Бәріне сәлем Қазақстандағы жас программистер. Бұл IT4 лав арнасы. Бүгінгі видеода біз Visual Studio тегін орнатуды үйренеміз. Ендеше кеттік. Алдымен Google-ға кіріп Visual Studio download деп жазамыз. Және бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін астына түсіп, скачать бесплатно community дегенді басамыз, сосын жазылғанын күтеміз. Седап жазылғаннан кейін оны ашамыз. Продолжить дегенді басамыз, және тағы жазылғанын күтеміз. Әрі қарай өздеріңіз істей алады деген ойдамын. Жай ғана Unity дегенді таңдайсыздар. Жазылғанын күтесіздер. Енді келесі нәрсе, сетап жазылғаннан кейін Unity'ді ашамыз. Кешегі проектке кіре беруге болады. Сол жақ жоғарыдағы Edit дегенді басамыз. Асты жаққа түсіп Preferences дегенді басамыз. Шыққан опнада External Tools дегенді тауып аламыз. External Script Editor деген жерді тауып Visual Studio'ны таңдаймыз. Assets деген жерге сол жақ мышканы басып Create деген жерден C# Script дегенді басамыз. Кез келген ағылшынша ат қоямыз. Және оны ашамыз. Болды, Visual Studio Unity мен бірге жұмыс жасайды. Енді C# Script жаза аламыз. Осымен видео аяқталды. Видео ұнаса, немесе сізге көмектесе лайк басып кетіңіз. Сау болыңыздар, келесі сабақта көріскенше.